52-ші жаттығу мәтінді оқы. Балалар мысықты таспен ұрып қуалап жүрді. Біреуі мысықты ұстап алды. Екіншісі оның мойнына жіп байлап сүйремекші болды. Бәрін көріп тұрған Әлима әже балаларға ұрсып мысықты босаттырды. Сосын бәріне: "Іштеріңде жібі түзу бір бала болсайшы" деп кейіді, яғни ренжіді. Жібі түзу деп дұрыс жүретін тәртіпті, адамгершілігі бар адамды айтады екен. Қуалауға, таспен ұруға болмайды. Мәтін не туралы? Мазмұнын айт, мәтінге ат қой, мәтіндегі негізгі ойды анықта, балалар нені дұрыс істемеді, олардың әрекетіне өз пікіріңді жаз. Мәтін баланың мысықты қорлауы туралы. Мәтіннің аты тәртіпсіз балалар дедік. Негізгі ой жан-жануарларға қамқорлық жасау. Балалар мысықты таспен ұрғаны, мойнына жіп байлап сүйремекші болған іс-әрекеттері әрине дұрыс болмады. Әрқашанда үй жануарларына қамқорлық танытып, оларды уақыттылы көркем жаз. Әдепті бала арлы бала, әдепсіз бала сорлы бала. Әдепсіз өскен адамнан тәртіппен өскен тал жақсы. Мақалдардың мағынасын топта өздерін талқылаңдар балалар. Сызба бойынша әңгімелеу мәтін құрағаның көркем мәтін екен дәлелде. Оқиғаның басталуы, оның әрі дамуы, оқиғаның аяқталуы. Басталуы оқиғаның. Есіл өзені баяу ағып жатыр. Аспан ашық. Бір тобүйрек ұшып келеді. Кенет мылтық дауысы естілді. Бір үйрек су бетінде қалды. Жараланған үйректі досан үйіне әкелді. Біраз күннен кейін үйрек жазылды. Ұшатын халге жетті. Ол көп ұзамай ұшып кетті. Мінекей балалар, сызба бойынша біз мәтін құрастырдық. Мәтіннің атын жарарлы үйректің көмегімен жанды табиғат өлі табиғатқа айналуы мүмкін тақырыбында көпшілік алдында сөйлеуге дайындал. Жоспарды толықтыр. Жанды табиғаттың өлу себептері, адамзаттың оларға тигізетін ықпалы, табиғи апаттардың болуы. Жанды табиғат өлі табиғатқа айналуы мүмкін. Табиғатты өлі табиғатқа айналдыру ол аз ғана уақыттың еншісінде. Мысалы, ағашты алар болсақ, олар өседі, қоректенеді, тыныс алады. Оны суарып, күтіп баптаймыз. Егер ағашты кесіп, немесе сындырып тастасақ, ол өлі табиғатқа айналады. Қияр да сондай. Ол да жерде өсіп тұрған кезде тірі табиғатқа жатса, оны қоректену үшін жұлып аламыз. Құстың ұясындағы жұмыртқаларына ешқандай зиянды әрекеттер болмаса, одан балапан шығып өседі. Ол тірі табиғат. Оған адамдардың немесе табиғат құбылыстарының кері әсер тисе, ол да өлі табиғатқа айналады. Жанды табиғатты қорғау біздің парызымыз. Балалар, бүгінгі біздің тақырыбымызға байланысты тапсырмаларды орындадық. Осымен сабағымыз аяқталды.